12-де 3-ші есептің бірінші тапсырмасы. Теплоход өзен ағысына қарсы 4 км және өзен ағысымен 33 км жүзіп өтіп, барлық жолға 1 сағат уақыт жұмсады дейді. Так, S өзен ағысына қарсы. Ағысқа қарсы деп қойық. 4 км және ағыспен 33 км жүрді. Сонда жалпы 1 сағат уақыт жұмсапты. Өзен ағысының жылдамдығы берілген 6,5 немесе км сағатқа тең. Теплоходтың тынық судағы жылдамдығы. Яғни меншікті жылдамдығы деген сөз, соны тап дейді. Ендеше теңдеу құрайық, шешуі. Бізде жалпы уақыт 1 сағат, және уақыттардың қосындысын табайық. Уақытты табу үшін біз жүрілген жолды жылдамдыққа бөлеміз. Ағысқа қарсы жүзген болса, 4 километрді бөлеміз. Ағысқа қарсы жүзген кезде меншікті жылдамдықтан өзен ағысының жылдамдығы азайтылады. Яғни кедергі жасайды ағыс жылдамдығы. 6,5-ті азайтамыз. Оған қосамын 33 километр бөлу 33 километрді ағыспен, яғни меншікті жылдамдыққа ол кезде қосылады ағыс жылдамдығы. Тең 1 сағатқа. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі 2 бөлімнің көбейтіндісі. Мынаған сонда меншікті жылдамдық қосылған 6,5-тен береміз. Мынаған меншікті жылдамдық азайтылған 6,5-тен беремін. Так. Ал бірге екеуінің көбейтіндісінен. Ал екеуінің көбейтіндісі ол а минус в, а плюс в-ға келіп тұр. Ол формула а квадрат минус в квадрат. Сонда меншікті жылдамдықтың квадраты минус 6,5-тің квадраты деп бірден жазсалайын. Нәжде сонда 4 көбейтілген меншікті жылдамдық қосылған 6,5 болады. Плюс мына жақта 33 көбейтілген меншікті жылдамдық азайтылған 6,5. Тең бірге көбейтсең өзі шығады ғой. Сонда меншікті жылдамдықтың квадраты минус 6,5-тің квадраты болады. Жақшаны ашам 4-ке көбейтем. 4 көбейтілген меншікті жылдамдық плюс 6,5 4-ке көбейтсек 0, 2 ойда 24 ойдағы 2 мен 26 плюс 33-ке көбейтем. 33 көбейту меншікті жылдамдық минус 6,5 33-ке көбейтейік. 15, 5-ін жазамыз 1 ойда, 18 ойдағы мен 19, 15 1 ойда, 18 ойдағы мен 19, 5, 4 1 ойда, 10 ойдағы мен 11 1 ойда, 2, сонда өтірден кейін 1 орын, 214,5 болады екен. Тең меншікті жылдамдықтың квадраты минус 6,5-тің квадратын табайық енді. 25, 2 ойда, 30 ойдағы мен 32, 33 ойда, 36-ға 3, 39. 5, 2, 2, 1 ойда, 4, өтірден кейін 2 орын, 1, 2, 42,125 шығады екен. Так, мынаны тұстап жазайын. 42,125. Есептеулер черновикке орындаймыз, значит, өшін ұстасақ болады. Ары қарай ықшамдаймыз енді. Мына меншікті жылдамдықтарды қосам бір-біріне, 33-ке 4-ті қосам, сонда 37 көбейтілген меншікті жылдамдық болады. Сандарды жинақтайық енді. Мына меншікті жылдамдықтың квадратын былай алып келеміз қазір. Сонда минус меншікті жылдамдықтың квадраты болып келеді. 26 минус 214,5. Үлкен таңбасы минус 214,5-тен аламыз 26-ны. 5 өтір. Мұнда 14-тен 6-ны алсақ 8, 0 қалды. 10-нан 2-ні алсақ 8, 1 қалды. Сонда 188,5 болады екен. Оған мынау плюс таңбамен келеді. 42,125 болып тең 0-ге. Енді так, ары қарай жинақтайық. Нәжде минус в меншікті жылдамдықтың квадраты плюс 37 көбейтілген меншікті жылдамдық. Мұнда екеуінің таңбасы әртүрлі, үлкен таңбасы минус 188,5-тен 42,125-ті азайтамыз. Мұнда 0, сонда 5 қалады, 4-тен 2-ні аламын 2, өтір, мұнда 6 болады, 4, 1, 146,125 шығады екен, тең 0-ге. Енді минус 1-ге көбейту жерек, таңба ыңғайлы болу үшін, Так, сонда меншікті жылдамдықтың квадраты минус 37 көбейтілген меншікті жылдамдық қосылған 146,125 тең 0-ге болады. Есептеуді өшіп тастайын. Дискриминант тең болады v квадрат минус 4ac.
37-нің квадратын есептеп аламыз. 49, 4 ойда 21 ойдағы 4 пен 25, 21 ойда 2, 9-ға 2-ні қоссақ 11, 9, 6, 3, 1, 1369 минус 146 бүтін 125 4-ке көбейтем. Онда 20 0 жазам 2 ойда, 8 ойдағы 2 мен 10 0 1 ойда, 24 ойдағы мен 25, 16 ойдағы мен 17, 1 ойда, 4 ойдағы мен 5, 75 болады екен. Тоқтаймыз. Так, мына жерде 25 ойда 2-сі ғой, 16 ойдағы 2 мен 18, 1 ойда, 4 ойдағы мен 5, сонда 585 болады екен. Так, енді 1369-дан 585-ті азайтамыз. 4, онда 16-дан 8-ді азайтсақ 8, 1 ой, мына жерде 1 кетті 2 қалды, 12-ден 5-ті алсақ 7, 784. 3 тастайық, 784 бізде нешенің квадраты болады. 30-дің квадраты 900, ендеше 25-дің квадраты 625, мына онда оның арасында 28-дің квадраты деген сөз. Так, ондай болса АВ меншікті жылдамдық дегенімізде біз X емес меншікті жылдамдық деп қойық. Бірінші түбірдің мәні болады, мына плюс деп алам 37, плюс 28 бөлу 2А бірге тең, сондықтан 2-ге бөлеміз. Екеуінің қосындысы 65, бөлемін 2-ге болады 32 бүтін 5. Екінші мәні 37 минус 28 деп аламын, бөлемін 2-ге. Сонда 37-ден 28-ді алсам, болады 9, оны 2-ге бөлсек, сонда 4 бүтін 5 болады. Яғни, бұл жерде біз 2 жауап алдық. Меншікті жылдамдығы 32 бүтін 5 болуы мүмкін, немесе 4 бүтін 5 болуы мүмкін екен. Енді мынада ары қарай. Біз жауап ретінде 32 бүтін 5-ті ғана ала аламыз, бірақ себебі мынада 4 бүтін 5-ті қоятын болсақ, егер мына жерде ол меншікті жылдамдықтан аз болады да, бұл жерде сонда теріс уақыт шығып кетеді минус, сондықтан ол бізде келмейді. Уақыт минус болуы мүмкін емес, ол әрқашан оң санмен өлшенеді уақыт. Сондықтан тек қана 32 бүтін 5 деген жауапты аламыз. Жауабы меншікті жылдамдық сонда 32 бүтін 5 километр сағатқа тең екен. Енді мұнан өшіріп екіншісін шығарайық, екінші тапсырмасын орындаймыз. Екінші тапсырмасында моторлы қайық барлық жолға 2 сағат уақыт жұмсап, өзен ағысымен 25 километр және өзен ағысына қарсы 3 километр жүзіп өтті. Жаңағындай ағыспен 25 километр, ағысқа қарсы 3 километр жүріп өтіпті. Өзен ағысының жылдамдығы 5 километр сағаттан аспаса дейді. Моторлы қайықтың тынық судағы жылдамдығы 12 километр сағат болса, меншікті жылдамдық деген сөз, яғни 12 километр сағат болса, өзен ағысының жылдамдығын тап. 12 километр сағаттан артық емес деп жаз қойық өзен ағысының жылдамдығы. Так, ол жалпы жолға Т тең 2 сағат уақыт жұмсапты. 2 сағат уақыт жұмсады. Өзен ағысының жылдамдығын табу қажет. Мынаны табу керек, күні белгісіз. Шешуі. Дәл бірінші тапсырмадағыдай теңдеу құрамыз. Ағыспен 25 километр жүрді ғой. Сол 25 километрді бөлеміз жылдамдыққа, жылдамдық ағыспен жүзгенде меншікті жылдамдыққа өзен ағысының жылдамдығы қосылады. Так, бұл уақытқа қосамыз. Ағысқа қарсы 3 километрді, ол ағысқа қарсы жүзгенде меншікті жылдамдықты азайтады өзен ағысының жылдамдығы. Сонда жалпы кеткен уақыт 2 сағат. Енді ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім мынаған 12 минус В, мынаған 12 плюс В-дан келеді. Мынаған 12 минус В көбейтілген 12 плюс В, ол А минус В, А плюс В, яғни А-ның квадраты минус В-ның квадраты деген формулаға келеді. Бөлімдері бірдей алып тастаймыз да, тек алымын жазам. Сонда алымында 25 көбейтілген
12 минус v болады. Плюс 3 көбейтілген 12 плюс v. Бұл жердегі v деген өзен ағысының жылдамдығы. Жазбай қойын, немесе v деп жазып отыра берейік. Тең мына жерде 2 көбейтілген 12-нің квадраты 144 минус v өзен ағысының жылдамдығының квадраты. Жақшан ашам, 25-ті 12-ке көбейтем. 25 4-ке көбейтсек 100 ғой, 3-ке көбейтем, тағы да 100, сонда 300 болады. 25 көбейтілген 12 300-ге тең. Жазам 300 минус 25 көбейтілген өзен ағысының жылдамдығы плюс 3-ке көбейткенде 36 плюс 3 көбейтілген өзен ағысының жылдамдығы. Тең болады 2-ке көбейтемін 288 минус 2 v өзен ағысының жылдамдығы квадраты болады. Мыналардың барлығын жаңағы сол жаққа өткізейін. Мынау 2 плюс болып келеді, плюс 2 v өзен жылдамдығының квадраты. Енді v-ларды жинақтайын. Минус 25 плюс 3 үлкені минус 25-тен 3 аламын, сонда 22 өзен ағысының жылдамдығы қалады. 300-ге 36-ны қосам 336, оған мына 288 минус болып келеді. Сонда плюс, үлкен таңбас плюс қой, 336. Одан мына 288-ді азайтамын. Сонда 8, 2 қалды, 12-ден 8-ді алсақ 4, мұнда 2 қалды, 0, сонда 48 қалады екен. Тең 0-ге. Енді барлығында көріп тұрса 2-ке бөлінеді, 2-ке бөл жүрек. Сонда v өзен ағысының жылдамдығының квадраты минус 11 өзен ағысының жылдамдығы қосылған 24 тең 0-ге болады. Енді дискриминант шешеміз. Дискриминант тең болады v квадрат минус 4 ac. 11-дің квадраты 121 минус мұнда 16 бір ойда, 8 ойдағымен 9, 96-ны азайтсақ, тағы 5, 11-ден 9 алсақ 225 болады. 5-тің квадраты ол. Ендеше өзен ағысының жылдамдығының бірінші мәні минус 11-ді плюс 11 деп алам, плюс 5 бөлем 2-ге. 16-ны 2-ге бөлсем 8 шығады. Екінші мәні табамыз. Бұл жерде 11 минус 5 деп алам, бөлем 2-ге. 6, 2-ге бөлсем 3 шығады. Енді бұл жерде бізде шарт болған 5 км сағаттан артық емес болсын деп, мұнау 5-тен артық, сондықтан мұны қабылдамаймын. Бізге 3 қана келеді, 5-тен артық емес. Ендеше жауабы өзен ағысының жылдамдығы 3 км сағатқа тең болады екен. 12-ді 4-ші есеп. Бірінші тапсырмасы: теплоход барлық жолға 5 сағат уақыт жұмсап, өзен ағысымен 48 км және кері қайтарда осындай жолды жүзіп өтті дейді. Екі жағдайда да бірдей, өзен ағысымен, ағыспен деп жаза салайық, өзен деп. Ағыспен 48 км, ағысқа қарсы 48 км жүрді. Жалпы жолға 5 сағат уақыт жұмсаған екен. Өзен ағысының жылдамдығы 4 км сағатқа тең. Бізге теплоходтың меншікті жылдамдығын тап дейді. Теңдеу құрамыз, кім алдыңғы есепті көрді, дәл сол есепке ұқсас. Бізде қосынды уақытты табамыз, яғни жеке-жеке уақыт тауып алайық. Ағыспен 148 км жүрген жолды жылдамдыққа бөлсек, яғни ағыспен жүзгенде меншікті жылдамдыққа өзен ағысының жылдамдығы қосылады, ол 4-ке тең. Бұл ағыспен жүзгендегі уақыт, оған қосамыз ағысқа қарсы 48 км-ді, ағысқа қарсы жүзгенде меншікті жылдамдыққа өзен ағысының жылдамдық кедергі болады, азайтамыз. Жалпы 5 сағат уақыт жұмсаған. Енді ортақ бөлім екеуінің көбейтіндісі болады, сонда меншікті жылдамдық минус 4, мынаған меншікті жылдамдық плюс 4-тен беремін, ал екеуінің көбейтіндісін мынаған беремін, ол бізде меншікті жылдамдықтың квадраты минус 4-тің квадраты болады. 16 бірден жасалайық. Енді жазам 48 көбейтілген меншікті жылдамдық минус 4, қосылған 48 көбейтілген меншікті жылдамдық плюс 4 болады. Тең мұнда 5 көбейтілген меншікті жылдамдықтың квадраты минус 16. Жақшан ашамын, 48 көбейтілген меншікті жылдамдық минус 4-ке көбейткенде 32, 3 ойда, 16-ға 3, 19. Плюс 48 көбейтілген меншікті жылдамдық плюс 4-ке көбейткен кезде 192 болады. Енді 5-ке көбейтемін да меншікті жылдамдықтың квадраты минус
Так, 0 үш ойда 80 болады. Енді барлығын былай көшірейік. Бірінші квадратты алып келейін. Минус 5 көбейтілген меншікті жылдамдықтың квадраты болады. Одан кейін міне 48-ге 48-ді қосам, плюс 96 болады меншікті жылдамдық. Так, 192-лер қысқарып кетеді. Мынау плюс таңбамен келеді. Плюс 80 тең болады 0-ге. Мына енді минусты плюсқа айналдырып алайық. Минус 1-ге көбейтеміз тең деп. Сонда плюс 5 меншікті жылдамдықтың квадраты. Мынау минусқа өзгеріп кетеді. Мынау да минус болып кетеді. Тең 0-ге. Дискриминант табамыз. В квадрат минус 4ac. Бұл жер 96-тың квадратын есептеу керек болады. 96 көбейт 96, 36 3 ойда, 54-ге 3-ті 57, мұнда 54 5 ойда, 40, так 81-ге 5-ті қоссақ 86, 6 1 ойда, 11 ойдағы мен 12, мұнда 9. Сонда 9216 болады екен. Минус пен минус плюс болып кетеді. Мұнда 20, 80-ге көбейтсек 16, 2, 0, 1600 болады. 1600 енді мұнда қосайық. Сонда 6, 1, 8, мұнда 10, 10816. Енді оны түбір астынан шығарып көрейік. Үлкен сан болғандықтан калькулятордың көмегімен шығара саламыз. 10816. Бұл бізде 104-тің квадраты екен. Ендеше жазамын. 104-тің квадраты. Есептеулер черновикке орындаймыз. Мынаны өшіп тастаймын. Меншікті жылдамдықтың бірінші мәні сонда плюс 96 деп аламын. Минус 104 бөлу 2а 2 көбейтілген 5 ол 10. 104-тен 96-ны алам, үлкен таңбасы минус, сонда шығады 8 бөлу 10. Сонда минус 10-нан 8 минус 0,8 шығады. Екінші мәні 96 плюс 104 дейміз де бөлеміз 10-ға. Қосындысы 0,1 ойда, 0,1 ойда, сонда 200 болады. Бөлінген 10 шығады 20. Енді бұл жер түсінікті, жылдамдық теріс мәнге тең емес, сондықтан 20-ны ғана қабылдаймыз. Бізге меншікті жылдамдықты тап деп тұр. Ендеше жауабы теплоходтың меншікті жылдамдығы 20 км сағатқа тең екен. Барлығын өшіреміз. Енді екінші тапсырмасын орындайық. Екінші тапсырмасы дәл осындай. Меншікті жылдамдығы 20 км сағат глиссер өзен ағысы бойымен 60 км жүзіп кері қайтты. Яғни бұл жерде де ағыспен де ағысқа қарсы да 60 км жүзген екен. 60 км жүзді. Глиссер барлық жолға т тең 6,125 сағат уақыт жұмсады. Оның меншікті жылдамдығы белгілі 20 км сағатқа тең. Бізге өзен ағысының жылдамдығын тап дейді. Теңдеу құрамыз. Қосынды жаңағы уақытпен тура теңдік құрастырамыз. 60 км-ді ол ағыспен жүзді. Ағыспен дегенде оған меншікті жылдамдыққа өзен ағысының жылдамдығы қосылады. Ол уақытқа қосам кері қайтты, ағысқа қарсы. Ол кезде жылдамдығы азаяды. Меншікті жылдамдықтан өзен ағысының жылдамдығын азайтып тастаймын. Барлық уақыт 6,125 сағат. Ортақ бөлімге келтіремін. 20 плюс в, 20 минус в болады. Мынаған 20 минус в-дан беремін, мынаған 20 плюс в-дан беремін. Ортақ бөлімі екеуінің көбейтіндісі болғандықтан, яғни 20-ның квадраты 400 минус в өзен ағысының жылдамдығының квадраты болады. Енді бөлімдер бірде алып тастаймыз да алымын ғана жазамын. 60 көбейтілген 20 минус өзен ағысының жылдамдығы қосылған 60 көбейтілген 20 плюс өзен ағысының жылдамдығы болады. Тең 6,125 көбейтілген 400 минус в өзен ағысының жылдамдығының квадраты. Жақшаны ашамын. 60 көбейтілген 20 1200 минус 60 көбейтілген өзен ағысының жылдамдығы плюс 1200 плюс 60 көбейтілген өзен ағысының жылдамдығы. Мына жақта 6,125-ті 400-ге көбейткенде 2 нолі өтірді артқа жылжытады, 625 болады. 625 4-ге көбейтеміз, 0, 2 ойда 8 ойдағы 2 мен 0, 1 ойда 24 ойдағы мен 25, 2500 шығады.
минус 6,125 көбейтілген v өзен ағысының жылдамдығының квадраты болады. Енді мыналар қысқарып кетеді екеуі. 1200-ге 1200-ді қоссақ 2400 болады. Оған мына 2500 минус таңбамен келеді. Және плюс 6,125 өзен ағысының жылдамдығының квадраты келеді. Тең 0-ге. Мұнан барлық өзен ағысының жылдамдығы деген сөз просто қысқартып жаза салдым. Толық жазсақ болады. Енді сонда 6,125 v өзен ағысының жылдамдығының квадраты тең болады деп мынаны жаққа шығарайық. 2500-ден 2400 аламын. 100 ғой, минус 100 шығады. Мына жаққа ол плюс 100 болып ауысады. Сонда өзен ағысының жылдамдығының квадратын табу үшін 100-ді 6,125-ке бөліп тастаймыз. Бұл дегеніміз өзен ағысының жылдамдығының квадраты тең болады. Өтірді 2 рет жылжытам ғой, сонда мынаған 2,0 қосылады. Бөлу 625 болады. Осылай есептеу жеңілдірек. Енді бірден көріп тұрмыз, мынау ненің квадраты екеніне. Сонда бұл 625 деген 25-тің квадраты, ал мынау 10.000 деген ол 100-дің квадраты. Сонда 25-тен 100-дің квадраты, 100-ді 25-ке бөлсек 4 қой. Сонда өзен ағысының жылдамдығының квадраты тең 4-тің квадратына, ондай болса өзен ағысының жылдамдығы тең 4-ке екен, 4 км сағатқа тең болады. Жауабы өзен ағысының жылдамдығы 4 км сағатқа тең.